Сәлем достар, біз бүгін керемет дәмді салат дайындайтын боламыз. Оған бізге керек заттар: колбаса, піскен жұмыртқа, піскен сәбіз, огурцы, укроп, киви, майонез. Колбасамызды бірінші кесеміз, әдемілеп, төртбұрыштап кесіп аламыз. Содан кейін осылай әдемілеп тарелкамызға салып, елканың формасына келтіреміз. Келесі піскен сәбізімізді әдемілеп теркадан өткіземіз. Содан кейін осылай жаңа колбасамыздың бетінен әдемілеп қойып шығамыз, елканың формасы қылып. Үстінен осылай майонезімізді әдемілеп формаға келтіріп, осылай жағып шығамыз. Келесі слой огурцы болады. Екі жағын осылай кесіп тастайсыздар. Содан кейін теркадан әдемілеп өткіземіз. Огурцымызды келесі слой қылып, осылай әдемілеп формасына қойып шығамыз. Келесі слой жұмыртқа. Жұмыртқамызды төртбұрыштап немесе ұзынша қылып болса да турап формасына келтіреміз. Содан кейін майонезімізді әдемілеп жағып, үстінен келесі слой жұмыртқамызды елканың формасына қойып шығамыз. Келесі слой киви болады. Кивиімізді әдемілеп осылай ашамыз. Және де жаңа жұмыртқамыздың бетінен майонезімізді жағуды ұмытпайық. Майонезді жағып, кивиімізді әдемілеп мен кольцо қылып, домалақ қылып турадым. Осылай домалақ қылып әдемілеп турап аласыздар. Елочкамыздың бетін осы кивимен әдемілеп жауып шығамыз, формасын келтіріп.
Салатымыз почти дайын. Осылай кивиді әзімлеп қойып шыққаннан кейін келесі укроппен әсемдейміз. Укропты әзімлеп ұсақтап турап, жан-жағына шеттеріне қойып шығамыз. Елочкамыз простой болып қалмасын деп осылай черносливті, қара өрікті әдемілеп ұсақтап турап, кивидің бетіне осылай шыршаны әсемдегендей қылып қойып шықтым. Осымен салатымыз дайын. Осындай әдемі болып шығады, дастарханға қойсаңыздар болады.